кезде тағы да бір жұмыртқамызды қосып жұмсақ қылып қамырымызды илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып тез жиналатын, басын тез бірігетін болады. Көріп тұрғандарыңыздай, міне өте жұмыс жасауға ыңғайлы жұмсақ қамыр болып шығады. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп, бір бөлігін қолдың көмегімен басып қамырымызды формамызға орналастырамыз. Мендегі форманың диаметрі 28-тік диаметр. Қамырымызды қойған соң орналастырып, жақсылап бортиктерін шығарып аламыз. Вилканың көмегімен тесіп, оның